Жыртық көйлек, ескі тон, тоңған тымақ, тоңған суық, көңілсіз құлазыған кезеңдерді басынан кешкен күлпаш, қалың ойға шомып, үнсіз ғана мұңданып отыр. Жыртық үй, жыртық тамақ, бақытында жүрген байқұс күйеуін ойлаған күлпаштың ойында Қалидың амандығы ғана қалып отыр. Ал байғұс жалғыз баласы Қали күпіге оранған күйінде жанында жатыр. Құдайым-ай, үйде суық, пешке жағатын отын да жоқ. Міне бүгін үшінші күн қара судан басқа нәр татпадым. Бар ойым мақтында ғой. Ел аралап тілек тілеп, ерте кетіп кеш келеді. Бірақ оның да табатыны жоқ қой. Құдайым-ай, өзімнен бетер мына баламды Қали жанында аяйын. Бұрындары абысын ажын сорпа тамақ әкеліп беріп өтті. Қазір ол да жоқ. Ауылдың жартысы өлмелі-сөлмелі кедей. Ешқайсының дастарханында нан жоқ. Барлығы кедей. Шықпа жаным, шықпа деп отыр барлығы. Бұрындары көршілердің үйіне барып тұратын едік. Қазір ол да жоқ, Құдайым-ай. Не жазғаннан бұндай болды екен? Не қылмысымыздан бұндай болды екен? Не шарамыздан бұндай халге жетсек екен? Әлгінде келгенде Раушан сорлы апатайым-ау, осы жаманмен біраз күн өмір өткіздім ғой. Жыл болса ауыр, осы баста азбас, тозбас қамымды ойласайшы. Менің ақылымды тыңда, білесің ғой аштықтан, білесің. Менің ақылымды тыңда, ойлай. Менің саған ұсынатын адамым саған Жұмағазыбай ғой. 40-50 қарасы бар, бір ауылдың сұмдық байы. Бұрыннан қатыны жоқ, баласынан айырылған. Биыл жасы тап 40-та, құлшылдап тұр. Оған дейсен өзің бай, өзің хан боласың ғой. Ойлан деймін. Раушан жаным, дәтің барып не айтып отырсың маған? Қалай ғана бұлай сөйлеп отырсың? Жұмағазысыз несі? Мен мақтымым ше, Қалиым ше. Раушан, не айтып отырсың? Ойбай, жалған-ау. Мен саған не айтып едім? Сүйіп қосылған мақтымын. Сол ма? Сендерді асырауға халі жоқ. Аштық болса халықты қырып барады, ешкімді аямайды. Мен саған бұны айтқалы 2-3 айдың жүзі болды ғой. Ойлан, аштық жеңгенім бәрімізге, әсіресе мына саған қатты сау жатыр ғой. Күлпаш, тұрмысыңның жағдайы қиындады ғой. Күлпаш, балам тамақ сұрап жылағанын көріп, нан таппай жылағаныңды көріп, ойланасың. Бірақ менің айтқаным не пайдалы, я зиянды екен, әлі түсінбеген екенсің. Әйткенмен, сен байыңды ойлайсың. Сол байыңды ойлайтынды өзің де түсінбейсің. Раушан, жүрегіме тыныштық бермейтін 2 ой бар. Әрине, Жұмағазыға тисе, тамағың тоқ.
Көйде күн көп болар еді, бірақ менің мақтымым ше. Сүйіп қосылған мақтымым ше. Раушан, қалиымды не істей, менің басым қатып отырғанда одан әрі қатырмашы, Раушан. Өлесің ғой енді, сен өлермін не? Өлтірер де! Біздің сені асырауға әліміз жоқ, Раушан. Раушан дейсің, түсінбейсің. Күлпаш, біздің жағдайымызды біл. Жұмағасыға байға дейін, мен саған айтып отырмын. Уайымдама. Баланды алдыртасың. Ашықпайсыңдар, аш болмайсың, Күлпаш. Ел жұрт не дейді? Ойбай! Ел жұрт сені асырап отырмай. Ел жұрт па сені асырап отырған. Сен өлсең олар ойламайды олар. Жұмағазыға дейсің, баланды жанына алдыртасың. Әуелі сіңісіп алсың, одан кейін баланды да жанына алдыртасың. Күлпаш, оның үйінде не тамақтың түрі бар? Бұзылмаған қазы, біреулі ет, шұжықтың түрі бар. Білесің бе, дастарханнан намыз екен емес әлі. Көрдің бе? Ойлан. Әуелде күйеуім дастархан басында сені айтқанда, ойбай, ондай қатынды мен қайдан табамын деп құтын етеді. Ойлан. Сенің әлі сұлулығың да бар, пысықтығың да бар. Мейлі жедеу бол, мейлі ашып. Оған дейсен, аш болмайсың, аш. Мұндайды көрмеген ғажап. Қалай, сен мені кешемісің? Қалай, кешемісің? Қалай, ападай, ойлан. Қалай, кешем мені. Алдыртасың. Кеше кеткен мақтым әлі келген жоқ. Нан таппай келмес пе екен? Мен бүгін сүйіп қосылған мақтымды тастамақпын. Не істесің? Сол кезде даладан тықыр білініп, сықырлап есік ашылды. Байғұс, қыржиып тырысқан қысқа тон, қаудыраған қысқа жаман етігі бар. Аяғының қоншынан түскен қарды қаға-қаға, өңі қашқан адам деген әлпеттен безе кеткен бір пенде кірді. Бұл байғұс мақтым еді. Күлпаш мақтымның қолындағы бос дорбаны көріп, жабырқана жылап жіберді. Қали. Келдім, ботам. Жоқ, дым жоқ. Елде дым жоқ. Байлар болса, өз кісі де келмейді. Итше айдақтап қуып та жібереді. Дым жоқ, кешіріңдерші. Дым жоқ, кешірші, ботам, дым. Күлпаш, жай ма? Тыныш па? Бірдеңе айтайын деп отырсың ба? Бүгін Раушан. Жай келіппен. Тамақпен, талғажаумен ешкім жоқ.
Көмектеспейді бізге ешкім, сенесің бе? Өздері де бір байға қарап отыр. Итші сүйегім. Ойбай, айта көрме. Сен неге өзі күмілжейсің, а? Не болды, не айтайын деп тұрсың? Мақтың, біз осы не істейміз, айтшы? Қайдан білейін, қайдан білейін? Елдің хәлін өзің де көріп отырсың. Мен не істей аламын, не істей аламын? Мақтың, біз осы өлмейміз бе? Айтшы, біз осы өлмейміз бе? Өлетін де шығармыз. Күлпаш, ашып қой. Ашып қой, Күлпаш. Мақтың. Біз айрылыстық қайтеміз. Айрылысқан емес. Сен өзің тыңдап тұрсың. Анау Раушаның ба сені азғырып жүрген, Раушан, айрылыстық қайтеміз. Күлпаш, сен осы қызықсың, Күлпаш. Сен өзіңді естіп тұрсың ба, мұна өзіңді? Қалемізді қайтеміз. Қалеміз. Мұна сорлы аштығай. Сорлы қылдың ау! Мақтым, мен төзе алар емеспін. Мен мынау аштыққа төзе алар емеспін. Мақтым, кешірші мен төзе алар емеспін. Қалемді сосын алдыртамын. Мен баламның өлгенін көре алмаймын, Мақтым. Сенесің бе? Оңдым, апа, ау қара. Оңдым, ау қара. Апатайым ау, апатай, әлі отырсың ба? Тұр, жинам, тұр деймін. Тұр деймін. Аштықтан бұралып өлесің бе? Мына байын. Не сені, не ұлымды асырай алмайды. Сен көкем, не деп едің? Қазіргі киім не? Мен сосын сені алып. Сен ұлам, мені келдім. Апа, келем бе? Апатай, келем құлыным, келем. Келем құлыным, келем. Апа, кетпеңіз, көрмәсім тұр. Әкел, айтсаңызшы, қалсын деп. Келем, апамға келем. Сабыр етші, келем. Осының бәрін сен кінәлісің. Сен мынау аштық, жоқшылық, мынау кедейлік барлығына кінәлісің. Қойны, жылама, көкем жылама. Ана келем, келем. Сен әлі отырсың. Ауылдың қатындары Раушанды шақыртып, шайдың қамына кірсе бере демеді. Неге үндемейсің? Неге айтқан сөзіме бір құлақ аспайсың сен, а? Жанына жақындасам, кірпі шешенше жерлада қаласың. Үнсіз жылай бересің. Ей, айтсайшы, мен де адаммын ғой. Қатыннан көрген бұндай қорлығым жоқ. Не болды? Не болды? Ей, қатын, келгелі бері бір қабағың ашылмады. Әлде анам, тақыр кедей байыңды сағындың ба? Ей, не болды саған аузыңа құм қойылып? Берген наныма, қойған сұрағыма жауап беріп ақтасайшы сен. Ей, сендейлер, жан ашығанды түсінбейді-ау. Ана Раушан. Ана Раушан айтқаныңды екетпейді деп еді. Сен деп еді. Жұмағазыға тегеліне 20 күн. Уақытымды түсінбеген екен ғой. Таң атқаннан кеш батқанға дейін
сорлы, оны да түсінбеген екен ғой. Мағазын кеткенін пайдаланып, бүгін үйден мен кетем. Осы уақытқа дейін жинаған 2 кесек етім бар. Осы дорбаға салып алдым. Үйге барып, Мақтым мен Қалиден кешірім сұрайым. Бетті көргенде не істер екен? Қали, кешір екен. Құдая, құдуанды қарыдагер. Тәңірім, Allah. Мұна аштық менге. Сай сүйегімді сырқыратып барады. Осы аштықпен мұна ауа райы сәйкес келеді ме, Құдайым ай? Бір боран, бір үскірік. Әлде мені жын пері жайлап бара ма? Алыстан әйел бейнесін көрем. Астағфиралла. Әйелі ма? Жын ба, пері ма? Құдайым, Тәңірім, ажал құшағында жүргенде бұл қандай әйел бейнесін көрдім екен? Allah, ана келін ғой бар. Адасқан келін. Ау, Мақтым үйіндегі күлпаш қысың. Ау, келін жан қайдан жүрсің? Амансыз. Көп жаса бір. Жай жүрмісің күлпаш? Ау, келін жан, тоқташы. Келін. Шалау, олғым дағы түнделетіп жүрген. Аллам сақтасын. Тағы да біреу өлді ме? Сорлымай. Жастай қосылған қосағым-ау, кемпірім-ау, балқия. Кім өлді дейсің, кім өлді? Өлмеген адам аз ба? Күнәра көңілсіз қалған бейбақтарды аң жуып арулауға шама келмегенде кімнің өлгенін неге менен сұрайсың? Неге менен сұрайсың, сорлы бағау? Бейбақ, ана бейбақ, Мақтымның үйіндегі адасқан келін күлпаш екен, кемпірім-ау. Түнделетіп келгеніне қарағанда байы мен баласын аман таптым ба? Аман ба деп келе жатыр-ау. Мен барған алдың күні байқұс қал үстінде. Кемпірім-ау, бала-шағаның аузынан жырып, бір кесе сорпаны апаршы деп едім, сорлы қар. Апар алдың ба? Шалау, өзімізге жетпей отырған сорпаны қалай ғана берем? Апардым, титтей кесесін немереден тығып апардым, шалау, тығып апардым. Мақтым ішпей баласына беріп еді, баласы әлсіз. Ауырып жатыр ма, байқұс әзер ішті. Қайран бала, қайран. Біз де осылай өлерімізде. Жан тәтті ғой, жан тәтті. Жастар аман болсын. Жастар аман болсын. Ұл өлді, келін әлсіз, 2 немере. Біз бейбақтың қол ұстасып отырып, халықтың да, елдің де, ұрпақтың да қасіретін көрген ауыр екен. Шалау, балаға обал болды-ау. Енді жарық көрем бе деген уақытта үмітсіз шайтан деген. Ана күлпаш та өз қателігін түсініп келгенде, байы да, ана баласы да аман болса егеді. Өліп қалмады екен. Алдыңғы күні шала жансар еді. Бейшара тіршілік. Бір үзім нан үшін бірін-бірі қырып жатқандар қаншама. Бүкіл ауыл аш. Ақ жуып, арулап та көме алмаймыз. Жақындаудан қорқамыз. Біздің ұлда өлді. Келдің де әлсіз. Ана 2 немерем үшін барымды беруге даяр. Тек солардың қамы үшін біз барлығын жасап жатырмыз. Сұм дүние, азғырған заман, аштық, қырылған халық қой. Кемпірім-ау, осыны қырылған халықты
Жоғардағылар көрді деймісің? Сұм дүние көрді деймісің? Көрмейді ғой, көрмейді. Халықты қой шақырып, малша, көмусіз қалған халқым. Мынау заман, қай заман, арсыздарға бар заман. Сай сүйегін сырқырап, бүкіл ауылдың өлігін көру, біз секілді бейбаққа. Оңай деймесің. Сақалым сапсиғанда көрген қорлығым. Кемпір-ау, ана немерелерге барайық, көмсуысты кемпір-ау. Келдім. Апайым мен Халим. Халим ұялмыз. Апайым мен Халижан. Тырымдаш. Мақтым тұш. Халим тырымдаш. Тамақ алып келдім, міне ет. Ет тәтті. Жеймісіңдер? Алып келдім. Халижан тұш. Халим тұш. Мақтым тұршы. Мақтым Қалижан, тұрыңдаршы. Қалим тұршы, көрдіңдаршы, жаным, балапаным, құлыным, көрдіңдаршы. Сорлы дүние. Тұрыңдаршы, мен білмедім бұлай боларын, тұрыңдаршы. Қалижан тұршы, құлыным, мен келдім, апаң келді, Қалижан, кешірші мен, мақтым кешіресің бе мен? Мақтым кешірші мені, мақтым кешірші мені, аяғына жығылайын, мақтым кешірші мені. Қалижан тұршы, құлыным Қалижан тұршы, Қалим тұршы, Қалим тұршы. Мақтым тұрыңдаршы, мен кешіріңдерші, Қалим. керемет қойылымды сіздерге паш етіп сомдаған және қойылымға үлес қосқан 11-ші А сыныбының оқушыларымен таныс болыңыздар. Басты рөлдерде Күлпәш рөлін сомдаған Руслан қызы Арайлым, Раушан сіңлісі рөлін ойнаған Қуандық қызы Алина, Мақтым күйеуінің рөлін сомдаған Болат Мерей, Қали баласының рөлін сомдаған Пірмат Сабрина, Жұмағазы екінші бай күйеуінің рөлін сомдаған Шаймардан Перизат, Ыбырай ата рөлінде Сегізбаева Гүлфазира апайымыз. Аранжировка аудио Өксікбай Балнұр мен Ғалымжан қызы Амина. Ыбырай ата кемпірінің рөлінде Нұркен Тамина. Бұл қойылымды қоюдағы мақсат не деп ойлайсыздар? Қымбатты менің ұрпағым. Барына қанағат қылмаған ысырапсыз ұрпақ жоқтан құр қалады деген. Ей халқым, сенің ұрпағың осындай тауқыметті де басынан кешті емес пе? Ал сендердің төрт көздерің түгел, төрт құбылаң түгел, атанаң бар, жатын орның мен тамағың тегін. Барар жер басар тауың бар, қамқоршың бар. Көмусіз қалған ұрпақтан сақтасын.
міне сіздерге айтпақ 11 сыныбының құндылығы осы еді.